Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадный бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа, ұн, қант, сұйық май, ыстық су, какао және қопсытқыш қажет. Планетарный миксерде дайындап көрсетемін. Қол миксермен жасасаңыз да бұл бисквит сізде шығады. Бірінші категориялы 5 жұмыртқаны шағып аламыз. Жұмыртқаның үстіне бірден қантты салып миксерлейміз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастаймыз және де жылдамдықты арттыра береміз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышымызды және какаоны қосып араластырып аламыз. Какаоны да електен өткізіп алуға кеңес етемін, өйткені какаоның ішінде түйіршіктер болуы әбден мүмкін. Жұмыртқа мен қантты өзінің көлемін 2 есеге дейін ұлғайтып ағарғанша миксерлейміз. Егер де қол миксерімен араластыратын болсаңыз, шамамен 7-8 минут уақыт өтеді. Какао мен қопсытқыш қосылған ұнды массамызға 3 бөліп салып араластырамыз. Ұнды салғаннан кейін жұмыртқамыз басылып қалмас үшін миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Ұнымыз араласып болғаннан кейін үстіне сұйық май құямыз. Ең соңынан ыстық су құйып, массамызды миксердің төменгі жылдамдығымен тағы да араластырып аламыз. Міне біздің массамыз толығымен дайын. Енді формаға құйып пісіреміз. Бұл жерде 18-ші диаметрлі форма. Егер де 16-ші диаметрлі формаға пісіретін болсаңыз, онда 2 бөліп пісіруге кеңес беремін. Әйтпесе, сіздің қамырыңыз тасып кетуі мүмкін. 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Міне біздің бисквитіміз пісті. Бисквитті формадан шешпей 10 минуттай суытамын. Қатты суытпаймын. 10 минуттан кейін формадан бисквитімізді шешіп, бірден пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа қоямын. Сол кезде бисквит өзінің ылғалдылығын сақтайды. Сіздің бисквитіңіз құрғақ болып қалмайды. Тоңазытқышта 2 сағат тұрған бисквитті пайдалана беруге болады. Құрамына май қосылғаннан кейін бұл бисквитті морозильникте 1 айға дейін сақтай беруге болады. Морозильникте сақталған бисквитті тортта пайдаланбастан бұрын 4 сағат сыртқа шығарып, оны ертіп аламыз. Тоңазытқышта 2 сағат тұрған бисквитті 4 кожға бөле отырып, шақпен кесіп, оны пайдаланамын. Тоңазытқышта тұрған бисквит көп үгітілмей және оңай кесіледі. Бұл бисквит оңай жасалады және бірден шығатын бисквит. Қол миксермен де жасасаңыздар болады. Болашақта қол миксермен жасап видеосын көрсететін боламын. Бисквиттің құрамын граммен бірге видеоны описаниесіне қалдырамын. Менің шоколадты бисквитімнің рецепті ұнап жатса, сіздер жасап көріңіздер және каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, кез келген комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.